Ассалаумағалейкум, тарих сүйер қауым. Бүгінгі әңгімеміз Алтын Ордадағы азаматтық соғыстың екінші бөлімі. Әңгімемді бастамас бұрын каналды қолдап, жазылып, лайк басып, комментарий жазып кетіңіз ағайын. Ойларыңызды білдіріп. Билікке деген талас негізінен Жошының екі ұлы, бірі Тоқа Темірдің ұрпақтары болса, екіншісі Шайбанның ұрпақтары арасында қызу таласып жүріп атты. Әрқайсысының тармақтан бөлініп, шағын ұлыстардың өкілі болды. Сол кездері Өзбек ханның бәйбішесі, яғни Жәнібектің анасы Бердібектің әжесі Тайдолла бәйбіше билікке араласады. Яғни ол Батый әулетінің өкілі. Соңғы Бердібектен кейін Батый әулетінің үзілді-кесілді тоқтады. Сондықтан жалғыз өзі қалғасын, әйел адамды ешкім қолдамайды деп, оған билікке заңды араласуға қайтадан тұрмыс құрып, яғни шыңғыс ұрпағынан бір қартайған бір өкіліне тұрмысқа шығып, сол арқылы билегісі келеді. Сол кездері солтүстік Қазақстанда, яғни Шайбан өкілінің бірі Қызыр деген, бұл яғни ол сол кездердегі Ақсай деген көлінің маңында шағын ұлысы ол өкілі. Сол Қызырмен келіседі. Кейін бірақ Қызыр Тайдолла бәйбішемен ұрысып қалып кетіп қалады. Сол кезде Қоңырат руының басшысы өліп, Қарақалпақ шежіресінде Нанғұдай би дейді, қазақ шежіресінде Нағанай би дейді. Яғни ол осы қазіргі Қоңыраттардың атасы болып келеді. Яғни барша Қоңыраттар осы биден тараған болады. Әкесінің өлгенін естіген ұлы Ақсуат Хұсейн дейді. Ақсуат Хұсейн сол кезде Хорезмді билеушісі болады. Кек алу үшін әрі ордадағы сарайдың адамдарын жай ғана Қарасүйектің адамы тиісе алмайтынын түсінгесін, Қызырды пайдаланып, Қызырмен келісімге келіп, оны қайттан таққа отырғызатынын айтып, ордаға алып келеді. Сол кездегі Тайдолла бәйбіше және де оны қолдап отқан Қыпшақтар, Тайдолла бәйбіше Қыпшақтың қызы болады. Билігі әлсіреп, қайтадан Қызыр таққа отырады. Қызыр таққа отырғаннан кейін көп ұзамай Тайдолла бәйбішені өлтірткізеді, бірақ кейінде Қызырдың көзін тақтан алып тастайды талас кезінде. Сол кездері Қырымның әміршісі Мамайдың билігімен ықпалы нықты болды. Келдібек деген, яғни өтірік Келдібекті алып келеді. Негізі Бердібек хан кезінде Келдібек өзінің немере інісін өлтірген болады. Ол тірі қалып, біз оны таптық деп алып келеді. Бірақ сарайдағылар оған сенбегесін, Мамай көп ұзамай оны алып тастайды. Мамай өзі негізі шыңғыс ұрпағынан тарамағасын, ақсүйекке жатпағасын, көптеген шыңғыс ұрпағынан өзінің күші жоқ, беделі жоқ адамдардың көбісін қолдады. Соның көбісі бірі Абдулла, Мұхаммед, Тулақ деген адамдардың көбісін ордаға ханға отырғыз. Кейін олар ұзақ отыра алмады. Я беделі жоқ, я ықпалы жоқ, тек қана Мамайдың қолдауымен ғана отқан адамдар. Олардың бәрі Тоқа Темірдің ұрпақтары болып келеді. Тоқа Темірдің бір ұрпағы, яғни Жетісудегі Орыс хан. Жалпы орданы басқарған жылдармен, яғни кезек-кезегімен айтып өтсек, бұның бәрі Бердібек ханның өлгеннен кейін Батыйдың бір ұрпағымын деп келетін Күлпа, оны 6 айдан кейін алып тастайды. Күлпадан кейін Мамайдың қолдаған жалған Келдібек, оны ешкім қолдамайды. Одан кейін яғни Қызыр Тайдолла бәйбішенің келісіммен қойған адам, айқайласып кетіп қалады. Кейін Ақсуат Хұсейннің, яғни Қоңыраттардың қолдауымен келген екінші рет отырады. Онда кейін көзін жояды Қызырдың да, яғни Қызыр бұл Шайбан әулетінен болады. Қызырдан кейін, яғни Сығанақтағы Қараноғайдың інісі Тоқылық Темір, яғни олардың қолдаушылары аз болып, Тоқылық Темірдің де көзін жояды. Тоқылық Темірдің көзін жойған Орыс хан келіп отырады. Орыс хан негізінен қаталдау кісі болады. Сол кездердегі жорықтарына қатыспаған, яғни Орыс ханды қолдамаған адамдардың көздерін жойған. Тоқтамыстың әкесін де Маңғыстауға жорығына қолдамаған үшін өлтіреді. Бұл кездері азаматтық соғыстың соңғы бітер кезі, яғни Қызырдың інісі сол кездерде Қарачеркес дейді, Астрахань, Батыс Қазақстанның өңірінде билік етті. Шайбан ұрпақтары, Мамай және Орыс хан ұрпақтары қалды. Бұлардың бәрінің бір-барасын бір жиналмай жүргенде Тоқтамыс саяси сахнаға келіп, Әмір Темірдің қолдауымен шетінен бірінші Орыс хандардың тақтан тайдырып, яғни оларды көзін жояды. Кейін Қарачеркестің де билік еткен ұлысын тартып алады. Шайбандар жай ғана билігін мойындайды. Мамайды Куликов шайқасында көзін жойып толығымен. Осылай ордада тыныштық орнап, Тоқтамыс азаматтық соғысты тоқтатады. Кейінгі шығарылымда Тоқтамыс жайлы видео болады ағайын. Каналымды қолдап, жазылып, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Көбіне жазылмай қарайды ағайын, үлкен қолдау болады, жазылып кетіңіздер. Толық тыңдағандарыңызға рахмет.